Төртінші бөлім buildings, ғимараттар бөлімін бастайтын боламыз. Қандай сөздер берілген екенін қарап шығамыз. Bathroom, жуынатын бөлме. Bedroom, ұйықтайтын бөлме. Hall, немесе коридор. Living room, қонақ бөлмесі. Kitchen, ас үй. Garage, гараж. Garden, бақ. Бірінші тапсырма. Look at the picture. Which rooms are on the ground floor? Which rooms are on the first floor? Which rooms are on the second floor? Жоғарыдағы суретке қараңыз және қайсы бөлмелер астыңғы қабатта немесе орысшасына цокольный этаж. Қайсы бөлмелер бірінші қабатта және қайсы бөлмелер екінші қабатта орналасқанын айтыңыз. Ground floor, kitchen, garage. First floor, hall, living room. Second floor, bathroom, bedroom. Екінші тапсырма. Look at the picture again and match. Say. Суретке тағы да бір рет қараңыз және сәйкестіріңіз және айтыңыз. Біріншісі. Car, көлік. Ол гаражда орналасқан. Сондықтан I. Lamp, ол ұйықтайтын бөлмеде орналасқан. Сондықтан біз bedroom'ды таңдаймыз. Tree, ағаш. Ол бақта. Сондықтан garden. B. Төртінші. Mirror, айна. Ол холлда орналасқан. D. Бесінші. Bath, ванна. Бұл жуынатын бөлмеде. Сондықтан A. Алтыншы. Bookcase, кітапқа арналған сөре. Бұл C, яғни living room. Жетінші. Fridge, тоңазытқыш. Kitchen, G. Cooker, газ плитасы. Kitchen, G. Sofa, бұл диван. Бұл C, living room. Armchair, бұл кресло. C, living room. Енді мысалда берілгендей етіп сөйлемдер құрастыруымыз керек. There is a car in the garage. Гаражда машина бар. Екіншісі. There are two lamps in the bedroom. Ұйықтайтын бөлмеде екі светильник бар. Үшіншісі. There are two trees in the garden. Бақта екі ағаш бар. Төртінші. There is a mirror in the hall. Коридорда айна бар. Бесінші. There is a bath in the bathroom. Жуынатын бөлмеде ванна бар. Алтыншы. There are two bookcases in the living room. Қонақ бөлмесінде екі кітап сөресі бар. Жетінші. There is a fridge in the kitchen. Ас бөлмесінде тоңазытқыш бар. There is a cooker in the kitchen. Ас үйде газ плитасы бар. Тоғызыншы. There is a sofa in the living room. Қонақ бөлмесінде диван бар. Және оныншысы. There are two armchairs in the living room. Қонақ бөлмесінде екі кресло бар. Үшінші тапсырма. What did the Omarovs buy for their new house yesterday? Listen and tick, then say.
Кеше Омаровтар өздерінің жаңа үйлеріне не сатып алды? Тыңдаңыз және сатып алған заттардың және галочка қойыңыз. Сосын айтыңыз. The Omarovs bought some things for their new house yesterday. They bought a lamp for the bedroom. They bought 4 chairs for the kitchen. They bought a table for the garden too. Тыңдалым бойынша a lamp for the bedroom, 4 chairs for the kitchen, a table for the garden. Яғни, ұйықтайтын бөлмеге светильник, ас үйіне 4 орындық және баққа бір стол алған екен. Енді мысалда берілгендей етіп сөйлемдермен айтуымыз керек. They bought a lamp for the bedroom. Олар ұйықтайтын бөлмеге светильник сатып алды. They bought 4 chairs for the kitchen. Олар ас үйіне 4 орындық сатып алды. Және they bought a table for the garden. Олар баққа стол сатып алды. Бірінші тапсырма look and read. Put a tick or a cross. Қараңыз, оқыңыз және құс белгісін немесе X белгісін қойыңыз. Яғни сөйлемдерді оқуымыз керек. Сөйлемдер суреттермен сәйкес келе ме жоқ па? Біріншісі this is a car. Бұл көлік. Суретке қараймыз. Көлік бейнеленген бе? Я, сондықтан құс белгісін қоямыз. Екіншісі this is an armchair. Бұл кресло. Суретке қараймыз. Суретте орындық. This is a chair. Сондықтан cross. Үшінші this is a bed. Бұл кереует. Суретке қараймыз. Суретте кереует емес, диван. Сондықтан cross. Төртінші this is a lamp. Бұл светильник. Суретте светильник берілген, сондықтан tick. Бесінші this is a bath. Бұл ванна. Суретте ванна бейнеленген, сондықтан tick. Алтыншы this is a sofa. Бұл диван. Суретке қараймыз. Суретте кітап сөресі. This is a bookcase. Сондықтан cross. Екінші тапсырма read and write is or a. Оқыңыз және бос орындарға is немесе a жазыңыз. Біріншісі there is a red table. Қызыл стол бар. Екінші there is a big box. Үлкен қорап бар. There are 4 yellow chairs. 4 сары орындықтар бар. Төртінші there is an orange bed. Қызғылт сары түсті кереует бар. There are 3 blue balloons. 3 көк түсті шар бар. There is a red bus. Қызыл автобус бар. Үшінші тапсырма look, read and complete. Қараңыз, оқыңыз және толтырыңыз. Бұл жерде суретке қарап, кімнің не сатып алғанын туралы айтуымыз керек екен. Біріншісі Маржан bought a new mirror yesterday. Маржан кеше айна сатып алды. Екіншісі Бақытжан bought a new bookcase. Бақытжан жаңа кітап сөресін сатып алды. Үшіншісі Санжар bought a new fridge.
Санжар жаңа тоңазытқыш сатып алды. Төртіншісі, аяулым bought a new cooker. Аяулым жаңа газ плитасын сатып алды.